Романенконың қолынан шыққан аспаптардың басым көпшілігі қазіргі кезде барлығы дерлік қазіргі кезде ең бағалы аспаптардың санатында, яғни ол қазір саусақпен санарлықтай ғана даналасы қалды деп айтылады. Бұл аспап қандай өзгеріске ұшырайды? Осығанға дейін, яғни осы Романенконың реконструкциясына дейін өңірлерге байланысты болған, яғни Батыс Қазақстан және де батыс, шығыс және де оңтүстік Қазақстандарда бұл аспаптың перне байлауы 16 пернеге дейін жетсе, ал Жетісу, орталық Қазақстанда бұл 7-9 перне ғана болған екен. Және де бұл аспаптың шегі малдың шегінен жасалынған. Ал Романенко қандай өзгерістер енгізді? Яғни бұған біріншіден леска тақты, шектің орнына леска тағылады. Перне байлауы 21-22-ге дейін жетеді. Оның кейін Батыс Қазақстан үлгіге тоқталады, яғни жұмыр шанақты домбыраға тоқталады домбыраның үлгісінде. Қазіргі, яғни қолданыста жүрген домбыра тенор домбыра деп аталады. Яғни бұл оркестрға лайықтап бірнеше домбыралардың түрлері шығарылады. Яғни бұл жерде прима домбыра, бұл ең жоғарғы диапазон жоғары аспап. Тенор, секунда домбыра, альт домбыра деген түрі бар. Бас домбыра деген түрлерін бірнеше түрлері жасалады. Жалпы осы жаңа айтып кеттім, Романенко қолынан шыққан аспаптары ең бағалы аспаптардың санатында деп. Және де осы аспаптың бір үлгісі өзіміздің жерлесіміз дәулескер күйші Секен Тұрысбековтың қолында екен. Суреттен өздеріңіз осыны көре аласыздар. Енді Шығыс Қазақстанның домбырасына және де Шығыс Қазақстанның күй майталмандарына тоқталып өтейік. Шығыс Қазақстанның домбырасы үлгісінде ретінде мен өзім экспедицияда тапқан, яғни кездестірген домбыра туралы айта кетейін. Бұл домбыраны 2006 жылы мен өнер мұражайында жұмыс істеп жүрген кезде бұл домбыраны Қаратал ауылынан алып келген болатынмын. Қазір бұл аспап Шығыс Қазақстан өнер мұражайында көрмеде тұр, музыкалық аспаптар көрмесінде тұр. Иелері бұны уақытша сақтауға берілген. Яғни түбегейлі беріп тастаған жоқ, өйткені бізге өзімізге қажет болған кезде қайтарып бересіздер деген өтінішпен берді көрмеге. Қаратал ауылының тумасы Құдайберген Сәмілтіров деген күйші болған дейді, сол өңірде музыкалық аспап шебері болған кісі дейді. Сол кісінің өзінің қолынан шыққан домбыра, бірақ та Құдайберген Сәмілтіров 1942 жылы соғысқа аттанып, соғыстан оралмаған екен. Яғни бұл 42 жылға дейін жасалған аспап. Бұл аспаптың бір ерекшелігі тұтастай ағаштан шалып жасалынған аспап. Бет қақпаған ғана соңғы жылдары ұрпақтары шытынап жарылып кеткеннен кейін ауыстырған екен. Ал домбыраның өз басы сол қалпында қалған, ешқандай өзгеріске ұшырамаған аспап. Және де малдың шегі болған екен, ол бірақ кішкене үгітіліп неметке бұзылғаннан кейін оны лескаға ауыстырып қойыпты. Бұл домбырадан байқайтынымыз, домбыра 9 пернелі болып келеді. Және де қалақ домбыра түріне жатады. Яғни бұны біз толыққанда осы Шығыс Қазақстан домбырасының үлгісі деп айта аламыз. Және де бұл аспаптың жасалған табиғи материалы бұл қарағайдан жасалған аспап. Және де ұрпақтары бұл қарағайдың туралы мынандай бір әңгіме айтып берді маған. Қарағай аспабы, қарағай таудың басында өскен қарағайдан жасалынған екен бұл аспап. Оны бұлай түсіндіреді. Таудың шыңында өскен қарағайдан жасалынған аспап
күндіз де түнде де сөйлейді. Ал күн күйінде жасалынған аспап тек қана күндіз, текст күйінде өскен қарағайдан жасалынған домбыра аспабы түнде ғана сөйлейді деген халықтың арасында осындай бір мағлұматтар кездеседі. Және де бұл аспаптың табыстаған Тоқтасын Сәміловтіров деген осы Құдайберген Сәміловтіровтің немере інісі болып келеді. Жалпы енді осы домбыра аспабы Шығыс Қазақстанда күй арқылы дамыды, ән арқылы дамыды. Оны айтып кеңінен айтып қажеті жоқ. Соның бірі бізде майталман әншілердің бірі Әсет Найманбаевты айтуға болады. Оның кейін Абай мектебінен шыққан көптеген өнерпаздарымызды ауыз толтырып айта аламыз. Абай мектебі ол өзі бір жеке мектеп деп қарастыруға болады. Және де осы домбыра күйі Шығыс Қазақстаннан бастау алады деген, соның ішінде Алтай Тарбағатай жерінен бастау алады деген тағы да ғалымдардың бір ауыздан келген тұжырымдамасы бар. Өздеріңіз білесіздер, атақты Ақсақ Құлан барлықтарыңызға мәлім шығар, мектеп қабырғасынан да оқисыздар. Бұл Кетбұғаның күйі. Кетбұға кезінде Найман руынан шыққан осы шығыс өңірінің өкілі деп айтыламыз. Кетбұға кезінде батыр болған, би болған, жыршы болған, күйші болған тұлға ретінде бізге жетіп отыр. Одан бері жылжитын болсақ, Байжігіт күйшінің күйлері Шұбартау, Аягөз өңірінде кең тараған, жақсы сақталған екен. Негізі Байжігіт бұл Абылай ханның тұсында өмір сүрген, 300-дан астам күй тартқан дейді. Соның кейін Байжігіттің күйлерін бізге жеткізген Таласбек Әсімқұлов. Байжігіт туралы тағы бір айтып кететін мағлұмат, бұл шертпе күй өнерінің негізін қалаған күйші ретінде танымал. Яғни Байжігіттің күйлері арқылы Тәттімбет тәрбиеленіп өседі. Яғни кейіннен ондайын Тәттімбет өзінің жеке мектебін құрайды. Бұл да бір ерекшелік деп айтсам болады. Және де бұның енді техникалық ерекшеліктер, формаларына тоқталмай қояйын. Бұл өте бір тағы бір үлкен тақырып. Оған уақытымыз әрине тығыз болып отыр.